Сәлем досым, бүгін 22 наурыз туралы жұмбақтар жасыратын боламын. Жауабын таба аласың ба? Көрейік. Жұмбақтарды жасырмастан бұрын менің парақшама тіркелуді ұмытпа. Ал ендеше мен бастаймын. Күн менен түн теңесер, таң ғажайып күн жетіп. Айналаны гүлдетіп, келіп қалды қандай мереке. Иә, бұл 22 наурыз мерекесі. Келесі жұмбақ. Жапанда бір айдаһар білесің бе? Жаны жоқ қимылдарға денесінде. Ішінде сүйектері бақша-бақша, жарқырар жалғыз көзі төбесінде. Бұл не? Дұрыс, киіз үй. Қандай сөз жасырынған деп ойлайсың? Ойланып көр. Ал енді бұл суретте жасырынған сөзді тап. Таба алдың ба? Көрейік қандай сөз екенін. Бұл бізде не? Сағат, яғни С әрпі. Бұл бізде алма, А әрпі. Бұл раушан, яғни Р әрпі. Бұл бізде қасық, Қ әрпі. Ыдыс, Ы әрпі. Ақша, А әрпі. У. Сонда бізде бауырсақ деген сөз шықты. Дұрыс таба алдың ба? Келесі жұмбақ. Мың қойым суға жүзеді. Қойшысы бірге жүзеді. Бұл не? Бұл көже. Кішігірім ақпарат. Наурыздың дәстүрлі тағамы наурыз көже. Ол 7 түрлі азықтық заттан тұрады. 7 деген сан аптаның 7 күнін бейнелейді. Бұл санның мағынасы терең. 7 санға байланысты әдет-ғұрыптар бар. Наурыз мерекесін тойлау кезінде ақсақалға наурыз көжеге толы 7 кесе ұсынылады. Наурыз кезінде әр адам өз үйіне 7 қонақты шақырып, өзі де 7 үйге жолығады екен. Келесі жұмбақ. Әжем уыстап сығып, далада кептірген. Қатты әрі тәтті дәмін кім бар жеп көрген? Иә, бұл құрт. Дұрыс таптың ба? Ең соңғы жұмбақ. Қазақтың ежелгі ұлттық ойыны тымық кеште, айлы түнде ауыл сыртында ойналады. Құру үшін бақан немесе 6 сырық, 3 арқан керек. Ол не? Иә, 6 бақан. Құтты болсын, әз наурыз. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Қуаныштар көп болсын, уайым қайғы жоқ болсын. Ризығымыз көп болсын, қарынымыз тоқ болсын. Осымен жұмбақтарымыз аяқталды. Менің парақшама тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.